Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Мен бүгінгі ашайын деп отырған тақырыбым, жаңа комментариядан оқып қалдым. Сүйгеніңмен үйлену бар ма? Яғни сүйгеніңізбен үйлене аласыз ба? Бірге болу бар ма? Соны көрейік. Сүйгеніңмен үйлену бар ма? Бұл жерде жалғыздықты сезіну түсіп жатыр. Яғни бір-бірлеріңізге деген сондай бір-бірлеріңізді күту, яғни көбінесе сіз жігітіңізді күту тек қана. Бұл жерде жолын таппай жүрсіз, яғни жалғыз сезініп жүрсіз. Бұл жігітке сенімсіздікті білдіреді. Енді ары қарай көрейік. Бұл жігіт сізді сүйеді ме? Үйленгісі келеді ме? Соны көретін боламыз. Үйлену бар ма? Сізге сөз салғысы келеді бұл жерде. Жақсы көру деген сияқты ұнату бар. Яғни сізге қарап жол түсіп тұр, алдағы таңда кездесу деген сияқты күтіп тұр. Сізді өте сондай сұлу, өзіне қарап қалған сондай бір қыз ретінде көреді сізді. Сүйеді ме? Бұл жерде айырылып қалмау керек деген сияқты болып тұр жігіттің ойынша. Яғни сіз қымбат жан болып тұрсыз оған. Айырылып қалғысы келмейді, семья құрғысы келеді. Енді жігіттің шын сезімін қандай, не ойлайды сіз туралы, соны көрейік. Шын сезім бар ма? Үйленгісі келеді әрине бұл тақырыпта. Қазір көрейік, шын сезімі қандай жігіттің сізге деген. Сізді өте қатты мен жақсы көреді деп ойлайды өзі жігіт. Сізді қандай деп көреді? Сізді өте сондай сила деген карта түсті. Бұл жерде өте мықты, сондай бір женственная сондай әйел ретінде көреді. Бұл жерде өте мықты сила деген карта түсті. Яғни сізді күшті, барлығына көнетін сондай қыз ретінде көреді. Енді бұл жерде мені жақсы көреді деген сияқты болып тұр жігіт. Жігіттің ойы. Енді не кедергі көрейік? Үйленуге, бірге болуға не кедергі? Қандай? Мысалы, көп қой кедергілер, ата-анасы қарсы болу деген сияқты. Болмаса бір қандай да бір кедергі қазір білетін боламыз. Не кедергі бірге болуға? Бұл жерде үйленуге жігіттің қаражат мәселесі бірінші орында тұр. Үйленуге деген яғни ақша мәселесіне келіп тіреліп тұр. Негізі бұл жігітте мұнда дьявол деген карта түсті. Жаман қасиеті болуы мүмкін, кедергі. Бұл жерде яғни жігітте дуа бар деген сөз. Сол кедергі бірге жаңағыдай үйленуге деген сияқты сондай кедергілер бар. Бір іштей уайым, қорқыныш, переживаниясы бар. Іштей бір өз-өзіне қорқынышы бар. Тағы не кедергі? Болашағына деген қорқыныш бар. Яғни бұл жерде башня деген карта түсіп тұр. Яғни бұл жерде болашағына деген өткен қателігі де болуы мүмкін. Бұл жігіт ажырасқан болуы да мүмкін. Өйткені бұл жерде башня, разрушение, яғни сондай бір карта түсіп тұр. Бұл сондықтан екінші шалыс баспау үшін болашағына деген міне қорқыныш. Страх перед будущим деп тұр. Сол бұның қорқынышы, және де бірінші мақсатта, бірінші
өзінің жоспарында қаражат мәселесіне келіп тіреліп тұр, яғни үйленуге деген. Осымен менің раскларым аяқталды. Егер де сіздерге сәйкес келмесе, келесі видеоны күтіңіздер деп айтқым келеді. Бұл жерде жігіт маған үйленеді ме, яғни бірге бола аламыз ба деген сияқты расклад аштым. Егер де жеке өздеріңіздің ойларыңызда жүрген мәселелеріңіз болса, хабарлассаңыздар болады. Мен WhatsApp номерімді астына жазып қалдырамын. Хабарласыңыздар, мен күтемін. Сау болыңыздар.